Барлықтарыңызға қайырлы күн. Есімім Аяулым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге кореец халқының өте дәмді, тойымды болып шығатын пигуди тағамын бірге дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ең алдымен жылы суымызға аштығымызды саламыз, қантымызды, бір ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұп-жұмсақ болуы үшін азғантай сұйық май қосып жіберсеңіздер, өте керемет болады. Осылай дайындағаннан кейін ұнымыздың үстіне аз-аз мөлшерден суымызды құйып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Жұп-жұмсақ болғаны жақсы. Осылай илеп болғаннан кейін бетін жауып, бір немесе 1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Ендігі начинкасын дайындаймыз. Мен начинкасына ет және пияз, картопты да араластырып жібердім. Ол видеоға түспей қалыпты. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша капуста да қосып жүрсеңіздер де болады. Осылай пияздарыңызды ұсақтап етіп турап, еттеріңізді де пияздарыңызды да ұсақ етіп турап, бір-біріне араластырып аласыздар. Жақсылап бір масса болғанша. Араластырғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы начинкасының сочный болуының себебі біз бұған соевой соус қосамыз. Сіздер де міндетті түрде қосып жасаңыздар, сонда өте керемет болып шығады. Соевой соусты көп қоспайсыздар, тек қана 2 ас қасық құйсаңыздар жеткілікті. Осыны нанымыз дайын болғанша жақсылап қойып қоямыз. Сонда бір-біріне сіңіп әдемі болып шығады. Осы уақытта біздің жаңағы нанымыз жақсы болып көтеріліп шығады. Осыны жақсылап кішкентай етіп күлше нан қылып жасап аламыз. Кішірек қана қылып. Бір-бірін кесіп, бөлшектерге бөліп аламыз. Бөлшектерге бөлгеннен кейін осыны осылай дөңгелек етіп, тағы да дөңгелек етіп қойып аламыз. Осылардың бетін тағы көтерілу үшін бетін салфанмен немесе орамалмен дәл осылай етіп жауып қоясыздар. Сонда көтеріліп әдемі болып шығады. Ең бірінші жасаған нандарыңызды алып, осыны оқтаудың көмегімен жайып аласыздар. Қатты жұқа болмасын, орташа болып, ортасына начинкаларыңызды салып шығасыздар. Құрына нанды жеп отырмау үшін начинкасын көбірек қосқандарыңыз дұрыс, сонда дәмді болып шығады. Дәл видеодағыдай етіп бүріп түйіп, мантаваркаларыңыздың астын майлап, осы пигудиларыңызды қойып шығасыздар. 40 немесе 45 минуттың ішінде пісетін болады. Және де бір-біріне жақын қоймаңыздар, бұның ішінде аштық болғандықтан ісінеді. Бір-біріне жабысып қалуы мүмкін, сол үшін алшақ-алшақ қойыңыздар. Өте тойымды тағам. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер шығатын болады. Мінекей біздің пигудиіміз дайын, енді пісіруге дайындаймыз. 45 минуттың ішінде пісетін болады. Мінекей біздің пигудиіміз дайын. Сочный, дәмі деген керемет болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Аяулым, сау болыңыздар.